Сәлеметсіздер ме? 11 сынып алгебра жаратылыстану математика бағыты бойынша мемлекеттік емтиханның есептері А бөлімі каналымда бар. Ол тест түріндегі 15 есеп. Енді бұл В бөлімі 10 есеп болады. Әрқайсысына жеке-жеке шығару жолына тоқталайық. 16 есеп. Себетте 4 алмұрт және 3 алма бар. Себеттен 2 жемісті кездейсоқ алып шығады. Алынған 2 жемістің алмұрт болу ықтималдылығы. Енді ықтималдылық табу формуласы бойынша бізде P тең N-нан M. Енді бұл жерде былай істейміз. Мен мына жерге жеке-жеке жазайын. M деп отырғанымыз ол біздегі 2 жемісті алады. Соның 2 жемістінде алмұрт болу ықтималдылығы, иә. Алмұрт ол бізде саны 4, сондықтан біз 4-тен 2 деп аламыз. Ал N деп отырғанымыз ол жалпы біздегі жемістердің саны себеттегі ол 4 және 3 алма, яғни 7, иә. 7-ден біз кездейсоқ 2 жаңағы жеміс аламыз. Енді орнына қойып есептейтін болсақ, жалпы M тең, мына жерде С 4-тен 2 дегеніміз ол 4 факториал бөлінген 2 факториал бөлінген 2 факториал, ол бізде болады 6-ға тең болады. Ал енді N ол деп отырғанымыз 7 факториал бөлімінде 2 факториал 5 факториал. Енді бұл жерде 7 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 көбейту 7 бөліміндегі 2-ні біз 1 көбейту 2 деп жазамыз, және 5 факториал. 5 факториалдарымыз қысқарады. Сол кезде бізде қалады мұнда 21. Енді ықтималдық табатын болсақ болады тең. N-іміз бізде 21-ге тең болды. M бізде 6-ға тең болды. Екеуінде 3-ке қысқартатын болсам, 7-ден 3 деген осындай жауапты аламын. Яғни мен формуланы жаза кетейін. SNK деп отырғанымыз ол N факториал бөлінген K факториал N минус K-ның факториалы деген осы формуланы мен қолдандым. Ал енді келесі 17 есеп. f от x функциясы берілген. f от x функциясына x0 тең 2,5 нүктесіндегі мәнін табуымыз керек. Яғни осы жерге f x0 ол бізде 2,5-ге тең. X-ның орнына 2,5-ті қойып есептейміз. E-нің 2 көбейтілген 2,5 дәрежесі минус 5 тең. Бұл жерде E-нің 0 дәрежесі болады, ол бізде 1-ге тең. Высы f от x функциясы туындысының деп тұр. x0 тең 2,5 нүктесіндегі мәні. Жалпы f от x функциясын өзіне жазып алайық. E-нің 2x минус 5 дәрежесі. Енді осыдан туындаламыз. f'(x)іміз тең болады. Бұл жерде туындалатын болсақ, E-нің x-тан туындалатын болсақ, өзі шығады. Сонда E-нің 2x минус 5 дәрежесі көбейтілген 2x минус 5-тен туындаламыз. Сол кезде бізде алдына 2 шығады. E-нің 2x минус 5 дәрежесі деген жауапты аламыз. Енді f' 2,5-тегі мәнін табуымыз керек. Сол кезде бізде болады 2 көбейтілген E-нің 2 көбейтілген 2,5 минус 5. Бұл жерде 2 көбейтілген E-нің 0 дәрежесі ол бізде 2-ге тең болады. Енді С тапсырмасында f от x тең E-нің 2x минус 5 функциясының графигіне абсциссасы x0 тең 2,5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз деп тұр. Жалпы жанаманың теңдеуін жасайық. Y тең f x0 нүктесі қосылған f'(x0 нүктесінде және x минус x0. Бұл жанаманың теңдеуі. Енді біз бұл жерде fx0 тек мәндерін қойсақ болды, тауып қойғанбыз. Яғни fx0-дегі мәні 1-ге тең болды. Қосылған f'(x0-дегі мәні ол 2-ге тең болды. X минус x0 нүктеміз ол 2,5-ге тең. Жақшаны ашатын болсақ, 1 қосылған 2x минус 5. Сонда бізде 2x минус 4 деген осындай жанаманың теңдеуін алады екенбіз. Келесі
18-ші есеп. 18-ші есепте бізде осындай теңдеу берілген. Комплекс сан біздегі алдына коэффициенттер. Жалпы ax квадрат қосылған vx қосылған с тең 0. Бұл жерде енді коэффициенттерді жазайық. А бізде 1-ге тең болып тұр. В бізде минус ақша ішінде 6 минус 5 айға тең болып тұр. Және с бізде 4 минус 18 айға тең. Енді дискриминант табамыз. Дискриминант формуласы бойынша v квадрат минус 4ac. В деп отырғанымыз бізде плюс болып кетеді, яғни 6 минус 5 айдың квадраты минус 4 көбейтілген а 1-ге тең көбейтілген с 4 минус 18 айға тең. Енді квадратты ашамыз. Сол кезде 36 минус 60 ай болады. Қосылған 25 ай квадрат. Ай квадрат бізде минус 1-ге тең, сондықтан минус 25 деп алам. Және минус 16 қосылған 72 ай. Енді есептеп жазатын болсақ, бұл жерде 72 айдан 60 айды азайтатын болсақ, 12 ай болады. Және мұнда 36-дан 16-ны азайтамыз. 20 болады. 20-дан минус 25 азайтатын болсақ, минус 5 қосылған ай болады. Енді бізде формула бар, е? Формула бойынша енді x1, z1, z2-ні табуымыз керек. z1, z2-ні табу үшін, z1 мен z2-ні табу үшін бізде минус v плюс минус түбір астында d бөлінген 2a керек. Енді осы жерде түбірден шығарып жазып алайық мына жерге. Мен мына жерге формуланы жаза кетейін. Түбір астында а қосылған i v-ны біз түбірден шығару үшін былай істейміз, плюс минус түбір астында а квадрат қосылған v квадрат плюс а бөлінген 2 қосылған i түбір астында дәл осылай а квадрат минус v квадрат, мұнда плюс минус а бөлінген 2 осылай біз тауып алайық дискриминанттан. Енді мына жерде тең керек емес. Сонда түбір астында минус 5 қосылған 12 ай тең болады. Плюс минус түбір астында минус 5-дің квадраты 25 қосылған 12-ның квадраты 144. А деп отырғанымыз ол минус 5-ге тең. Және бөлінген 2. Қосылған ай түбір астында 25 қосылған 144. Мұнда минус а болса, бізде ол плюс 5 болады. Бөлінген 2. Сонда бізде тең плюс минус жақша ішінде. Енді мына жерде 13 шығады, 169-дан түбір астынан 13-тен 5 азайтатын болсақ 8, 2-ге бөлетін болсақ, бізде 4 болады. Түбір астында қосылған ай түбір астында, мұнда керісінше 18-ді 2-ге бөлетін болсақ 9 болады. Сонда бізден плюс минус жақша ішінде 4-тен 2 шығады, қосылған 9-дан 3 шығады, 3 ай. Неке осыған тең дискриминант түбір астында. Енді мына жерге жазайық. В деп отырғанымыз, ол білесіздер, минусын жазбаймыз. Сонда 6 минус 5 ай плюс минус жақша ішінде 2 қосылған 3 ай. 3 ай бөлінген 2, Сол кезде, қараңыздар, бірінші плюспен ашатын болсақ, 6-ға 2-ні қосамыз 8, 2-ге бөлетін болсақ 4 болады. Минус 5 айдан 3 айды азайтатын болсақ, минус 2 ай, оны 2-ге қысқартатын болсақ, минус ай болады. Және енді минуспен 6-дан 2-ні азайтатын болсақ 4, 4-ді 2-ге бөлетін болсақ 2 болады. Енді минус 5 айдан минус 3 айды азайтатын болсақ, минус 8 ай, оны 2-ге бөлетін болсақ, бізде минус 4 ай қалады. Сонда мұнау бізде Z1, мұнау бізде Z2-ның мәні. Сіздердің астына әдемілеп негізі жазыңыздар.
бұл жазбаша түрде анық тексерілетін болғандықтан z1 тең 4 минус i-ға тең болды. z2 мәні ол 2 минус 4 i-ға тең болды. Енді келесі 19-шы есеп. 19-шы есепте аттестат сөзіндегі 8 әріптің әрқайсысы жеке магнитті карточкаға жазылған, карточкалар бір қатарға орналастырылады дейді. Енді астында әріптерді әртүрлі етіп орналастырудың қанша тәсілі бар? Әртүрлі етіп орналастыру, бұл жерде орналастырудың формуласы бойынша бізде p(n) факториал. Бұл жерде жаңа қайталанбайтын болған жағдайда. Енді бұл жерде әріптерді қараңыздар. А әріпі 2 рет қайталанады, Т әріпі 4 рет қайталанады, және Е бізде 1 рет, және С бізде 1 рет. Жалпы бізде 4 түрлі әріп бар. Енді бұл жерде біз P-ны табатын болсақ, қараңыздар, n факториалды, яғни бізде 8 әріп бар, жалпы 8 факториал деймін. Және мен оны қайталанатын әріптердің факториалдарына бөлемін. Яғни бұл жерде қайталанып тұрған А және Т. Яғни А бізде 2 рет болғандықтан 2 факториалға, және Т бізде 4 рет қайталанғандықтан 4 факториалға бөлемін. Сол кезде есептегенде мұнда 8 факториал мен 4 факториал көбейтілген 5, көбейту 6, көбейту 7, көбейтілген 8 деп жазайын. Және 2 факториал ол 2-ге тең, көбейтілген 4-дің факториалы. 4 факториалдарымыз жойылады. 2 мен мұнда мен 6-ны қысқарды, мұнда 3-тен берейін. Сол кезде бізде есептейтін болсаңыздар 840-қа тең болады екен. Енді В тапсырмасында 4 әріпі бір жерге тұратындай әріптерді орналастырудың қанша тәсілі бар дейді. Жалпы 4 әріпі, яғни қалай келеді ол? Т, және мына жерде А бар, Е бар, С бар, және тағы А бар, А өткен 2 рет қайталанады ғой. Енді бұл жағдайда да тура солай істейміз. Мынау 4-ні қатарынан келу үшін біз оны бір әріп ретінде қарастырамыз. Сол кезде бізде жалпы сонда 5 әріп бар деп есептейміз ғой. Сонда P тең деп алайық. 5 факториал бөлінген. Енді қайталанатын ол тек қана А. 2 рет қайталанып тұр, сонда 2 факториалға бөлеміз. Сонда бізде шығады 2 факториал көбейтілген 3, көбейту 4, көбейтілген 5, бөлінген 2 факториал. 2 факториалдарымыз жойылып, бізде 60 деген жауап шығады екен. Енді С тапсырмасы 8 карточка орналастырылды дейді, және 2 карточка кездейсоқ таңдалды. Карточкалар кері қайтарылмайды. Осы 2 карточканың кем дегенде біреуінде Т әріпі болу ықтималдылығын табуымыз керек. Бұл жерде мынадай қылып шығарсаңыздар болады. Жалпы ықтималдылықтың мәні ол 1-ге тең, 1-ге тең. Біз осыдан азайтамыз. Бұл жерде біз былай істейміз. Жалпы ықтималдылық 1-ден азайтамыз. Яғни қараңыздар, 8 әріптен біз 2-ін таңдауымыз керек бөлімінде. Енді алымында бізде 2 карточканың кем дегенде біреуінде Т әріп болу ықтималдылығы. Жалпы бізде 4 түрлі әріп бар. Бұл жерде есептенсеңіздер жауабы 14-тен 11-ге тең болады. Келесі 20-шы есеп. Бізде О тең бір қосылған 4 ln(x) алмастыруын енгізіп, мына интегралды есептеп шығарыңыздар дейді. Енді интегралды жазайық алдымен. Интеграл 4 бөлінген x, бір қосылған 4 ln(x) квадрат, мұнда dx. Енді осы алмастыру жазайық. О тең бір қосылған 4 ln(x). Енді ду деп отырғанымыз осыдан туындаламыз. 1-дің туындысы 0, ал ln(x)ның туындысы 1 бөлінген x, сонда 4 бөлінген x dx болады. Енді орындарына мән қоямыз. Яғни біздегі 4 бөлінген x dx-ның орнына мен ду-ды жазамын. Сонда интеграл ду бөлінген 1 қосылған 4 ln(x)ның квадраты, яғни ол u-дің квадратын береді. Тең, бұл жерде 1 бөлінген u-дің квадраты болғандықтан біз былай жазсақ та болады, u-дің
интеграл удің минус 2 ду деп. Сол кезде бізде шығады удің минус 2 плюс 1 бөлінген минус 2 плюс 1 қосылған с. Яғни бұл деп отырғанымыз минус 1 бөлінген у қосылған с-ны береді. Енді жай ғана орнына қойып жазамыз удың орнына. Сонда минус 1 бөлінген удың орнына 1 қосылған 4 lnx қосылған с деген осындай теңдеуді алады екенбіз. Кешіріңіздер, осындай жауапты аламыз. Интегралдың мәні осыған тең болады. Енді бізде 21-ші есеп. 21-ші есепте суретте y тең топырасты 3 синус x бөлінген 2 минус 3 косинус x бөлінген 2 функциясы берілген және мінекей мынау аралықта жатады. Ноль мен 2π-дің арасында пи деп отырғанымыз ол максимум нүктесі және максимум пи нүктесінің абсциссасы а дейді. Мінекей мынау x-дің а-ға тең. Ал енді боялған бөлік қисықпен абсцисса өсуімен және x тең а түзуімен шектелген дейді. Ал енді жалпы боялған бөлік осы, осыны. Енді m нүктесінің абсциссасын табыңыздар дейді. Мынау m нүктесі. M нүктесінің абсциссасы деп отырғанымыз бұл бізде x-та 0 деген сөз. Яғни y 0-ге тең болғандағы x-дің мәнін табуымыз керек. Ал мен мына жерде берілген функцияны жазып алайық. Түбір астында 3 синус x бөлінген 2 минус 3 косинус x бөлінген 2 тең 0. Енді бұл жерде біз косинус x бөлінген 2-ге бөліп жібереміз. Яғни 1 бөлінген косинус x бөлінген 2 көбейтейік. Сол кезде түбір астында 3 тангенс x бөлінген 2 минус 3 тең 0 болады. Тангенс x бөлінген 2 тең 3 бөлінген түбір асты 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, түбір асты 3-ке көбейтеміз 3 түбір астында 3 пен 3 қысқарып, бізде түбір асты 3-ке тең. Яғни тангенс x бөлінген 2-міз ол түбір асты 3-ке тең. Енді мәнін жазайық. Осы жерден x-ті табатын болсақ, x бөлінген 2 тең болады. Тангенс түбір асты 3-те ол пи бөлінген 3-те мәніне тең қосылған pn. n тиісті z-ге. Енді 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда x-міз тең болады 2π бөлінген 3 қосылған 2pn n тиісті z-ге. Яғни енді қараңыздар, n-ның орнына мән береміз. n тең 0 болғанда біздегі x-тіңіміз тең болады 2π бөлінген 3-ге. Бұл 2π бөлінген 3 деп отырғанымыз ол бізде 120 градус. 120 градус біздегі мынау бастапқы берілген мынау аралықта жатады. Сондықтан m нүктесіндегі x-тің мәні 120 градусқа тең болып тұр. Енді в тапсырмасы а мәнін табыңыздар дейді. А мәнін табу үшін, яғни біз максимум минимум нүктесін тапқан кезде, білесіздер, туындысын алып 0-ге теңестіреміз. Дәл солай біз берілген y функциясынан туынды алып 0-ге теңестіру арқылы табамыз. Енді y тең түбір астында 3 синус x бөлінген 2 минус 3 косинус x бөлінген 2 деген функциямыздан туындалайық. Енді y штрих тең болады. Мына жерде туындалған кезде синустың туындысы косинус және аргументтен 2-ден 1 шығады. X-тан туындалатын болсақ, 2-ден 1 көбейтіледі. Сонда мен бірден жасайын. Түбір асты 3 бөлінген 2 косинус x бөлінген 2. Мына жерде минусымыз плюс болып кетеді. Себебі косинустан туындалатын болсақ, ол минус синусқа тең. Сонда 3 бөлінген 2 синус x бөлінген 2. Енді осыны 0-ге теңестіремін. Және мен мұнда тағы да 1 бөлінген косинус x бөлінген 2 көбейтіп жіберейін. Сол кезде бізде түбір асты 3 бөлінген 2 қалады. Қосылған 2-ден 3 тангенс x бөлінген 2 тең 0 қалады. Енді 3 бөлінген 2 тангенс x бөлінген 2 тең минус
түбір асты 3 бөлінген 2-ге екілерімізді қысқартып жіберейік. Мұнда көбейтіліп тұрған 3 бөлінге түседі. Сонда тангенс x бөлінген 2 тең минус түбір асты 3 бөлінген 3-ге. Енді x бөлінген 2 ол бізде тангенс минус түбір асты 3 бөлінген 3-тегі мәні ол минус пи бөлінген 6 және қосылған пи n тиісті z-ге. Тағы да 2-ге көбейтіп жібереміз. Сол кезде x-іміз тең болады минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n тиісті z-ге. Енді n-нің орнына мәндерін қойып x-ті табайық. n тең 0 болған кезде бізде x-іміз тең болады минус пи бөлінген 3-ге. Бірақ біздің жаңағы x-іміз 0 мен 2 пидің аралығында жату керек. Сондықтан бұл бізде жауапқа кірмеді. Жауап деп қабылдамаймыз. Енді n тең 1-ді қойып көреміз. Сонда x-іміз тең болады минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n. 2 пи деген. Сол кезде біз бөлімінде 3 болады. Ал мұнда 6 пидан 1 пиді азайтатын болсақ 5 пи. 5 пи бөлінген 3 деп отырғанымыз ол бізде 300 градусты береді. Бұл 300 градусқа тең. Ол біздегі бастапқы берген аралыққа жатады. Сондықтан осы біздің x-дің мәні осыған тең. Яғни а деп отырғанымыз ол 5 пи бөлінген 3. Яғни 300 градус. Келесі С. Боялған бөліктің ауданын табу. Жалпы ауданды тапқан кезде S тең біздегі берілген y-ті интегралдың астына аламыз және енді біз аралығын x-дің мәндерін жазамыз. Яғни x-іміз бізде 120 градусқа тең болды. Ол 2 пи бөлінген 3 және 300 градусқа тең болды. Ол бізде қай мән болды? 5 пи бөлінген 3 болды. 5 пи бөлінген 3. Енді осының ішіне мен y-дің мәнін, y функциясын жазайын. Сонда түбір астында 3 синус x бөлінген 2 минус 3 косинус x бөлінген 2 dx болды. Енді осы интегралды ашайық. Ал енді интегралды ашқан кезде қараңыздар. Минус түбір астында 3 синустың алғашқысы ол білесіздер косинус минус косинус x бөлінген 2 көбейтілген бізде 2 болады. Және минус 3 синус x бөлінген 2 көбейтілген 2 болады. Және біздің аралығымыз 2 пи бөлінген 3 және 5 пи бөлінген 3-тегі мәнін қойып жазамыз. Тең. Сол кезде бізде орнына мәнін қойып жазатын болсақ, минус 2 түбір асты 3 көбейтілген косинус бізде 5 пи бөлінген 6 минус 3 синус минус 3 емес 2 көбейтіліп 6 болады. Синус 5 пи бөлінген 6 болады. Және минус болады. Бірақ мұнда екеуі де теріс болғандықтан бізде керісінше плюс болып келеді. Сонда 2 түбір асты 3 косинус 2 пи бөлінген 6 және қосылған 6 синус 2 пи бөлінген 6 тең. Енді есептейік. Мына жерде 5 пи бөлінген 6 деп отырғанымыз ол 150 градус, иә? Ал мұнда 2 пи бөлінген 6 деп отырғанымыз ол бізде 60 градус. Енді осы мәндерін қойып жазайық. Сонда минус 2 түбір астында 3 көбейтілген косинусы 150 градуста
түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Минус 6 көбейтілген синус 150 градуста 2-ден 1-ге тең. Қосылған 2 түбір асты 3 көбейтілген косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең мәні. Қосылған 6 көбейтілген синус 60 градуста түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Ал енді осыны есептейтін болсақ, қараңыздар, 2 мен 2 қысқарады. Мұнда 6 мен 2 қысқарып, мұнда 3 қалады. 2 мен 2 қысқарады. Және мұнда да 3 қалады. Ал енді жазайық. Минус 3 қосылған түбір астында 3, қосылған 3 түбір асты 3 тең. Бізде минус 6 қосылған 4 түбір асты 3-ті береді екен. Біздің ауданымыз осыған тең. Енді келесі есеп. Бізде 22-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіздер дейді. Енді бұл жерде 2 теңсіздіктер жүйесі берілген, сондықтан мен бір-біреуден алып шығарамын. Енді бірінші тұрғанды шығарайық. 3-тің x квадрат қосылған 8x минус 4,5 дәрежесі үлкеніне тең 81 көбейтілген түбір асты 3. Енді 3 негізге келтіреміз, иә? 3-тің x квадрат қосылған 8x минус 4,5 дәрежесі үлкеніне тең. Мына жерде 3-тің 4 дәрежесі және мына жерде қосылған 2-ден 1 дәреже болады. Түбір асты 3. Енді мен 3-терді қалдырып, тек дәрежемен жұмыс жасаймыз. Ол кезде x квадрат қосылған 8x минус 4,5 үлкеніне тең бізде 4,5 болады. Мына жерде таңба ауыспайды, себебі 3 бізде 1-ден үлкен. Енді x квадрат қосылған 8x минус 9 үлкеніне тең 0-ден. Енді осы 0-ге теңестіріп, мен дискриминант тауып, x1, x2 мәндерін табуымыз керек. Сонда x1 дискриминант 64 минус 4 көбейтілген минус 9. 64-ге 36-ны қосатын болсақ, ол 100. Ол бізде 10-ның квадратына тең. Сонда x1 мен 2 тең болады. Минус 8 плюс минус 10 бөлінген 2. Ол бізде 1 және минус 9-ға тең. Сонда біздегі x1-іміз 1-ге және x2-іміз минус 9-ға тең деген сөз. Қазір аралығын сызамыз. Алдымен осылай тауып алайық. Енді екіншісін қараңыздар. Бұл жерде 7-ден 2-нің x дәрежесі көбейтілген 49-да 16-ның минус x дәрежесі дейді. Минус 343 бөлінген 512-ні үлкен 0 дейді. Енді бұл жерде x дәреже. Мен дәрежесін 1 етіп аламын. 7-ден 2 x көбейтілген минусты бөлшекке дәрежелеп жібереміз. Сол кезде орындар ауысып 16-дан 49 болады x дәреже. Және мен мұнда үлкен 343-те 512-ні теңсіздіктің оң жағына жіберемін. Енді x-ті дәрежені шығарайын. 7-ден 2 көбейтілген 16-дан 49-дан x үлкен. Мына жерде бұл 8-ден 7-нің кубын береді. Енді қарай қысқартайық. 2 бізде қысқарады. Мұнда бізде 7 қалады. 8-ден 7-ден x және 8-ден 7-ден 3 дәреже. Бұл жерде енді 7 бөлінген 8 бұл 1-ден кіші болғандықтан, біз x кіші 3-ден деп теңсіздікті ауыстырамыз. Енді осы екеуін мен былай сызайын. Мына жерінде 3 бар дейін кіші болғандықтан, неке солға қарай жүреді. Енді бізде екінші теңсіздік. Қараңыздар, мына жерде бізде біріміз бар дейік. Мына жерде біріміз бар дейік, және мына жақта минус 9 бар дейік. Бұл жерде біз орнына мәндерді беретін болсақ, 0-ді беретін болсақ, бізде минус болады, мына жағымыз плюс болады. Бізге үлкеніне тең болғандықтан плюс аралық керек. Сонда мінеке минус 9-ға дейін, және 1-ден плюс шексіздікке дейін. Енді мен мына 3-ті былай сызамыз,
себебі минус шексіздікке дейін кете береді ғой. Енді екеуінің қиылысып тұрған ортасы мінекей мынау және мынау. Жауабы минус шексіздіктен минус 9-ға дейін бірігуі 1-ден мінекей мына 3-пен және 3-ке біз жай жақша қоямыз. Мінекей осындай жауапты аламыз. Келесі 23-ші есеп. Теңсіздігін шешіңіздер дейді. 23-ші есепте енді біз бұл жерде синус x-ті t деп белгілеп аламыз, айнымалы енгізіп. Сонда бізде 2t квадрат минус 7t қосылған 3 үлкен 0 деген шығады. Сонда дискриминант табатын болсақ, бізде 49 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 3 ол тең болады 25-ке. 25 бізде 5-нің квадратына тең. Енді t1 мен 2-ні табамын. Сол кезде бізде 7 қосылған плюс минус 5 бөлінген 4. Енді 7-ге 5-ті қосып 4-ке бөлетін болсақ, бізде 3 болады және 2-ден 1 болады. T1 және T2-ні таптық. Енді осы жерден t-ның қабылдайтын мәндерін анықтап алайық. Бұл теңсіздік болғандықтан t-ның қабылдайтын мәндері мінекей мына жерде 2-ден 1 мен 3. 0-ді беретін болсақ плюс болады, 4-ді беретін болсақ плюс, арада 1-ді беретін болсақ бізде минусқа тең болады. Енді бізге плюс аралықтар керек болғандықтан мінекей t тиісті минус шексіздіктен 2-ден 1-ге дейін бірігуі 3-тен плюс шексіздікке дейінгі мәндерді қабылдайды. Ал енді синус x-іміз бізде t-ға тең деп алғандықтан синус x-іміз үлкен 3-тен. Бұл бізде бос шешім. Себебі білесіздер, синус минус 1 мен 1-ді ғана мәндерді қабылдайды. Енді екінші жағдайда синус x-іміз кіші 2-ден 1-ден болады. Сол кезде біздің жауабымыз, яғни андай координаталық өсін салатын болсақ, мына бізде 2-ден 1 30 градус пи бөлінген 6 болады және екінші жағы минус 7 пи бөлінген 6-ға тең болады. Және ол кіші болғандықтан мінекей төмен жағына мәндерді қабылдайды. Сонда біздің x-іміз тиісті минус 7 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи n және пи бөлінген 6 қосылған 2 пи n тиісті z деген осындай жауапты аламыз. Келесі 24-ші есеп. dy бөлінген dx тең болады x квадрат минус 2 бөлінген y дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табуымыз керек. Жалпы шешім табу керек, е? Ол үшін x, y-тарды бір жаққа жинаймыз. x квадрат минус 2 бөлінген y. Сонда dy бөлінген y тең болады x квадрат минус 2 dx-ға. Екі жағында интегралдап жібереміз. Сол кезде 1 бөлінген y деп отырғанымыз. Сол кезде x, y-тарды бір жаққа жинаймыз. Сонда y dy тең болады x квадрат минус 2 бөлінген dx. Теңдіктің екі жағында интегралдап жібереміз. Сол кезде y квадрат бөлінген 2 тең болады. Бізден шығады x-ның кубы бөлінген 3 минус 2 x қосылған с деген. Енді осы жерден мен 2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда y квадрат тең болады 2x куб бөлінген 3 минус 2 көбейтіп жіберсем минус 4x болады қосылған 2с. Сонда y-іміз плюс минус бірасында 2x куб бөлінген 3 минус 4x қосылған 2с деген осындай жалпы шешімге ие болады. Мынау біздегі жалпы шешім. Келесі в-сында дифференциалдық теңдеудің y 0 тең 1 шартын қанағаттандыратын дербес шешімін табуымыз керек. Яғни x 0-ге тең болғанда y-іміз 1-ге тең дейді.
біз мынау табылған жалпы шешімге орнына мәндерін қоямыз. Сонда y-іміз 1-ге тең болғанда бізде плюс минус түбір астында 2 көбейтілген 0 бөлінген 3 минус 4 көбейтілген 0 қосылған 2s болды. Ал енді осыдан 1 тең болады плюс минус түбір астында 2s-ға. Біз теңдіктің екі жағында квадраттап жіберетін болсақ, сонда бізде с-мыз тең болады 2-ден 1-ге. Енді дербес шешім жазатын болсақ, мына жерде y тең плюс минус түбір астында 2x куб бөлінген 3 минус 4x қосылған мына жерде 2 көбейтілген с болғандықтан бізде 1 деген жауап шығады. Бұл біздегі дербес шешім. Енді соңғы 25-ші есеп. Ермек жаңа жылдық сыйлықты салу үшін табаны теңбүйірлі трапеция формасындағы сыйлық қорабын сатып алды. Теңбүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы және кіші табаны 4 см-ге тең. Трапецияның ауданы ең үлкен болатындай трапецияның сүйір бұрышын табыңыздар дейді. Ал бұл жерде мынадай трапеция бар. Теңбүйірлі. Енді осы жерде кіші табаны 14-ге теді және қабырғасы 14-ге тең, яғни с тең 14. Мінекей мынау бізде h болады, мынау бізде альфа. Осыны тап деп тұр. Енді қараңыздар, мынау үлкен табаны x мына жеріміз v болсын. Сонда үлкен табаны v тең 2x қосылған жаңа 14-ге тең. h деп отырғанымыз ол бізде 14 синус x-қа тең. Жалпы трапецияның ауданы a қосылған v бөлінген 2 көбейтілген h-қа тең. Енді v деп отырғанымыз